балаңыз сізге сену үшін біріншіден сіз балаңызға сену керексіз деген, Одан кейін жаңағы сіз айтып жатқан нәрсеңіз естимін да, қазақта ең бірінші жаңағы жұрттың баласы деген салыстыру сөз бар жаңағы, салыстыру. Әрбір бала қазіргі таңда өте жақсы психолог. Ол үлкен фильтрдан өткізгеннен кейін, сүзбе деп айтамыз, қазақ тілінде. Оны бірден сезіп отырады. Ата-ана көбісі қателеседі, мен алдай салам деп. Менің балам қай жерде дамыса да, қай жерге барса да, мен оған сенетін болсам, ол жететін жетістігіне. Ата-анасы көп кітап оқитын болса, ата-анасы бір сондай спортпен айналысатын болса, соны көрген бала, ол да бәрібір де қайталайды. Әр ата-ана өзі эксперт негізінде. Келетін ата-анаға айтарым, мен әрқашан айтам, бұл баланы өсіп келе жатқан бұтақ ретінде өзіңіз көзге елестетіп көріңізші. Жел болсын, дауыл болсын, ол енді соған қарай шайқалады. Сәлем достар, бүгін Қазақстандағы ең өзекті мәселелердің бірі буллингке байланысты және ата-аналардың балалармен қарым-қатынасы туралы бүгін біз психолог маманмен сөйлесетін боламыз. Ең бірінші ойға келетін нәрсе наркомания, алкоголизм, басқа да нәрселердің барлығы көбінесе ата-анадан жасырын істелінеді. Оның себептері неде деген сұраққа бүгін біз терең және әсерлі түрде жауап беретін боламыз. Сондықтан да міндетті түрде осы подкасты аяғына дейін тыңдаңыздар, өйткені бұл тақырып өте маңызды және пайдалы болады деген біз үміттеміз. Олай болса, Әйгерім ханым, қош келдіңіз. Өзіңіз туралы қысқаша бір ақпарат беріп кетсеңіз. Рахмет, ең алдымен шақырғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді өзім туралы кішкене айта кететін болсам, өзім әлеуметтік педагог, психологпын. Өркен балалардың әл-ауқатын арттыру ұлттық ғылыми практикалық институтының маманымын. Қазіргі таңда енді біз көбінесе балалардың әл-ауқатын арттыру бағытында жұмыс жасап жатырмыз. Әртүрлі іс-шара, семинар, кездесулер өткіземіз. Енді қазіргі айтып жатқан барлық мәселелердің барлығы өте маңызды. Ата-аналар мен балалар арасындағы қарым-қатынас қазіргі таңдағы ең ауқатты проблемалардың бірі болып табылады. Сол себепті осы мәселені қозғап шақыртып жатқандарыңызға алғысымыз шексіз. Себебі қазіргі таңда осы бағытта жұмыс жасау ең алдымен бірінші орында болу керек деп ойлаймын өзім. Себебі біздің әлеуметтік проблемаларымыздың мәселелерді өте көп. Соның бірі енді ата-анаға білім бере отыра, ақпарат бере отыра, осы мәселелерді сіздермен бірге шешеміз деген ойдамын. Рахмет. Енді мен сізді бағанадан бері тыңдап отырмын. Неше жылдан бері сіздің жаңағындай тәжірибеңіз бар екен. Ең бірінші келетін сұрақ осы ата-ана мен баланың арасындағы сенімді қарым-қатынасты қалай арттырса болады, немесе қалай құрса болады сол? Сенім деген сөздің өзінде өте терең мағына жатыр негізінде. Себебі бұл сенімді ата-ана өзінен ең алдымен іздеу керек. Қазіргі таңда енді әр ата-ана өзінің баласынан өте көп дүниені талап етеді. Мектепте озат болу керек, қай жерге қатысса да бірінші орынды алу қажет, үлгерімі мықты болу керек, барлығына үлгеру керек деген сияқты. Ол қаланың баласы барлығына 100% үлгеріп, барлық жерде бірінші орында болу керек. Ол енді ең алдымен ата-ананың өзінің ішкі дүниесіндегі қажеттілік пе, әлде шын ниетпен баласының сондай жетістікке жеткенін қалайды ма деген сұрақ пайда болады. Егер де шын мәнінде ата-ана баланы бірінші орынға қойып, сол бала барлық жетістікке жетсін жарайды деген ниет болатын болса, ол жақсы. Ал егер бала ата-ананың өзінің қажеттілігі орындалмаған жағдайда, баланың көп, қалай айтса болады, әртүрлі іс-шараларға тасып, бірінші орын болсын, мектепте болсын, бірінші орын алсыншы деген ниетті қалайтын ата-ана, ол енді өзінде бір жабылмаған өзінің бір проблемасы ма деп
ойлаймыз. Себебі сенім бұл ата-ананың сенімі балаға деген ең алдымен ол ішкі сеніммен арқылы беріледі. Егер ата-ана өзі ішкі дүниесінде баласына сеніп, балам, сен не істесең де, қай жақта жүрсең де, мен саған сенемін. Барлық мәселе болсын, жарыстар болсын, ол саған өзіңе керек, маған емес. Яғни балаңыз сізге сену үшін біріншіден сіз балаңызға сену керексіз, не? Одан кейін жаңағы сіз айтып жатқан нәрсеңіз естимін да, қазақта ең бірінші жаңағы жұрттың баласы деген Салыстыру. сөзі бар жаңағы, салыстыру, жарыстар болса да, не болса да, менің балам бірінші орын болу керек, менің балам жақсы болу керек деп, өзінің өміріндегі жетіспеген нәрселердің барлығын сол баласында болғанын қалайды. Кейбір кезде ата-аналар менің ойымша өзінің армандарын баласында Арқылы, жастана, соны тықпыштап, соны солай баласы сондай болып өссін дейді. Бірақ баласының арманын сұрамай кетеді, өкінішке орай. Сол себепті әр сенім негізінде ата-ананың өзінің ішінде болатын болса, ол сенімді бала да сезінеді. Сол сенім арқылы ары қарай өсіп дамуына себепкер болады. Күнделікті қарым-қатынаста ата-ана мен баланың қарым-қатынасы жақсару үшін қандай сөздер айту керек? Бұл енді сөзбен ғана емес, тек сезіммен де берілетін дүние. Себебі ата-ана негізінде балаға шынайы түрде сеніммен қарап, өзінің махаббатын, қолдауын білдіретін болса, оны бала сезеді. Әрбір бала қазіргі таңда өте жақсы психолог. Ол барлық сезімді кәдімгідей үлкен фильтрдан өткізгеннен кейін, сүзбе деп айтамыз, қазақ тілінде, оны бірден сезіп отырады. Егер де ата-ана көбісі қателеседі, мен алдай салам деп, алдай салу баланы қазір үлкен қателік болып есептеледі. Алдай салатындай бала қазір ақымақ емес, былайша айтқанда. Барлық сезімді бала дұрыс қабылдай алады, бірақ оны көп бала түсіне бермейді. Сол себепті ең алдымен шынайы түрде балаға өзі сенімді түрде айтып, өзінің сезіміне шынайы болған жағдайда әрбір балаға сол қолдау болып табылады негізінде. Балам, мен саған сенемін деген сөз жай ғана сөз емес, шынайы жүректен шыққан. Сену қажет. Жалпы енді сіз қателіктер деп айтып кеттіңіз. Жалпы ең көп, ең жиі кездесетін, осы ата-ана мен баланың арасында кездесетін қандай қателіктер тәрбиеде? Тәрбиеде енді маған көп келетін ата-ана баласымен өздерінің мәселелерін шешу үшін ең алдымен мен баладан көп нәрсені талап етемін деген қателіктер болып есептеймін, себебі бала мысалы күнделікті мектепке барып, өзінің арнайы бір кружок деп айтады ғой, соған қатысып, күнделікті бір жүлделі орындар алмаса да, бірақ ата-ана көп дүниені талап етеді. Сен мектепте де үлгеруің керексің, ана жақта да болуың керексің, мына жақта да болуың керексің. Барлық жерде бірінші орын алу қажет деген сияқты сондай талаптар болады. Ата-ананың өзінің қалауы, баланың қалауы туралы ұмытып кетеді. Одан кейінгі проблема салыстыру. Сол жұрттың баласы, сен неге ана бала сияқты болмайсың деген проблема. Енді қазіргі біздің әлеуметтік проблема деп есептеледі. Себебі ата-ана баладан көп нәрсе талап еткен сайын, бала өмірге деген, бір нәрсеге жетуге деген ниеті де төмендейді. Сол себепті әрбір ата-ана түсінсе, менің балам қай жерде дамыса да, қай жерге барса да, мен оған сенетін болсам, ол жететін жетістігіне. Ал егерде жоқ жерден ұрыс шығарып, күнделікті баладан талап етіп, күнделікті маған 5 алып келуің керек, бүйтуің керек, сөйтуің керек деген талаптар бітпейтін болса, ертеңгі күні ол бала өзіне өзі сенбей қалады. Ол сенімді жоғалтқан бала, ол өмірінің бір мәнін жоғалтқан секілді. Келетін ата-анаға айтарым, мен әрқашан айтам, бұл баланы өсіп келе жатқан бұтақ ретінде өзіңіз көзге елестетіп көріңізші. Жел болсын,
дауыл болсын, ол енді соған қарай шайқалады. Одан кейін жаңбыр жауса бой көтереді, күн шықса бой көтеріп өсе бастайды. Ал бірақ басқа бала бір келіп жылқыласа, оны итерсе, ол бұтақ сынады ғой. Ағаш болып өсе алмайды ғой ол. Сол себепті әрбір ата-ана баланы сындырып алмас үшін дұрыс сөздерді айтып, жанында дұрыс қолдау білдірсе деген ойдамын. Яғни немен қорқыттендіресің, сол жеңісті кейін аласың, иә? Өте керемет, шынымен де сондай. Бірақ та біздің қазақтардың отбасында, мысалға қарайтын болса, қарапайым отбасыда енді тәрбие деген бұрында бізде психология деген нәрсе, ондай нәрсені біз ойлағанда жоқ. Менің ата-анам мысалға керек кезде ұра салады, керек кезде соға салады, жаман сөз айта салады, ойына келсе. Мысалға, ол кезде олардың ойында ондай, ой, мен бүйтіп айтсам, бұл мынандай болып қалады деген ондай ойда жоқ шығар мүмкін. Сол үшін де ол кейбір кезде мен ата-аналарымды көп нәрселер үшін мен не қылмаймын мысалға. Қалай айтсам, кінәламаймын да көп нәрселерге. Бірақ та мен жаман болып өскен жоқпын мысалға деймін да. Енді кейбір кезде осы біз психология деп қазіргі ата-аналар может балаларының өте қаттанда сөсе көрсетіп, сондай болып бүйтпеуге болмайды, ананы сөйтуге болмайды, мынаны сөйтуге болмайды деп тым қатты еркелетіп жіберуі мүмкін, иә? Енді жаңағы тәрбие мен еркіндікпен оның арасындағы бір баланс болу керек шығар. Шеттен шығу тәрбие деген ұғым бар. Бұл енді орыс тілінде айтқанда гиперопека. Әрине әрбір тәрбиені қолға алған ата-ана түсіну қажет. Егер мен балаға дұрыс нәрсені беріп түсіндіретін болсам, әр қашанда ол ата-ана өзіне сенімді болу керек, өзінің біліміне сенімді болу керек. Енді қазіргі таңда психологияға байланысты ақпараттар өте көп. Біз батыс психологиясына бірден алып кеттік та, өзіміздің менталитетке, өзіміздің қазақилығымызға көбінесе көз жұма қараймыз. Ол енді біздің ең басты қателіктеріміздің бірі деп ойлаймын. Әрбір ата-ана дамитын кезде, өзіні қандай мәселені іздестірген кезде өзіміздің әдебиетімізді ашып қараса. Мағжан Жұмабаев болсын, Абай Құнанбаев болсын, Шәкәрім Құдайбердіұлы болсын, иә. Одан кейін Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя» деген өте керемет кітабы бар. Соған байланысты сол әдебиеттерді оқи отыра, ең алдымен сол өзінің білімін арттырса. Саналы ата-ана сол кезде ғана баласына не беріп жатырмын деген дүниені ойлана бастайды да, кейін сол ақпаратты өзі де дұрыс қолдана алатын болады. Әрбір берген тәрбиесінде қатты баласын бүйтіп ойбай, балапаным, күнім, айым деп жүретін болса, ол бала енді ертеңгі күнде қандай болып өседі? Ол да кәдімгідей үлкен сұрақ, иә. Ол мүмкін енді ол балаға жақсы жағатын шығар, бірақ жақпайтын да балалар бар. Енді ол отбасының өзінің көзқарасы қандай, өзіне сіңірген білімі қандай, біз білмейміз ғой. Әр адам әртүрлі болғандықтан, өзінің былайша айтқанда норма деп айтады ғой. Нормасы қандай кезде қалай жұмыс жасайтын, балаға қандай сөздер айту керек екенін әр ата-ана өзі эксперт негізінде. Сол ата-ана өзінің білімін егер арттыратын болса, мен ойлаймын, ол өте қиын дүние емес. Дұрыс айтасыз. Мысалға біріншіден бала нені көрсе, соны іледі. И ата-анасы көп кітап оқитын болса, ата-анасы бір сондай спортпен айналысатын болса, соны көрген бала, ол да бәрібір де қайталайды, солай соның жақсы жағын да алады. Сол себепті де ата-аналарда балалардың көзінше шынымен көбірек кітап оқу, немесе спортпен айналысу деген сияқты нәрселермен көп айналысу керек шығар. Дұрыс қағидаттарды ұстанса, ертеңгі күні сол бала соны да қайталайды. Білімін де арттырса, сол білімін кейін балаларына қолдана алады, көмектесе алады, мысалға мектепте оқуға, үй тапсырмасын орындауға деген сияқты білім болса, әрине. Егер мысалға енді осы дұрыс тәрбие беру дегенде, осы дұрыс тәрбие берудің негізі не болу керек? Біз енді қоғам болып, әртүрлі ақпараттарды оқып, тыңдап,
бір белгілі бір стандарттарға шектеу қойып қойған сияқтымыз да. Миымызда бір белгілі бір шектеу бар. Дұрыс деген нәрсе. Негізінде әрбір адам өзіне қалай дұрыс екенін өзі сезеді да. Біз деген бүйтіп айта алмаймыз. Менің айтып жатқаным қазір толыққанды 100% дұрыс. Менікімен ғана жұмыс жасаңыздар деп айтпаймын. Себебі әр адам өзінің дұрыс емес екенін өзі біледі. Мысалы, осы ақпараттарда өзіне алатын дүние бар, алмайтын дүние бар, мысалы. Сол себепті тәрбиеге келген кезде балаға ең алдымен дұрыс шынайы түрде өзінің сезімін ашық түрде айту. Яғни, қандай да бір мәселе шығып жатса отбасы жағдайында, оны ата-ана отырып балаға шынайы түрде түсіндіру. Ақшасы жоқ па, балам? Қазіргі таңда осындай қиын уақыт болып тұр. Сенің сұрап жатқан дүниелеріңді мен қазіргі таңда алып бере алмаймын. Бірақ ертеңгі күні осы жағдайымыз реттелген кезде барлығымыз аламыз, барлығына жетеміз. Кішкене күте тұршы, мені түсінші деген сияқты сөздерді сабырмен, дұрыс шынайы түрде айтатын болса, бала түсінеді. Біз көбінесе ойлаймыз ғой, бала ештеңені түсінбейді, оған ештеңе айтудың қажеті жоқ. Біз былайша айтқанда жасыра саламыз деп айтамыз. Ештеңені ақылдаспаймыз да. Ақылдаспаймыз, иә. Негізінде 4-5 жастан бастап бала барлығын түсінеді, барлығын қабылдай алады. Тек қана ата-ана соны түсініп, шынайы түрде баламен өзінің сезімімен бөлісетін болса, оны бала дұрыс қабылдайды. Өте қызықты. Шынымен де біздің ата-аналарымыз ешқашан киім алып берген кезде де бізге ұнай ма, ұнамай ма сұрамайды. Мысалға, менің ата-анам менен ешқашан сұрамайды. Маған ана киім ұнамай тұрады да, бірақ соны кигізіп қояды. Мен оны кимеймін да. Жаман басқа өзіме ұнайтын футболка, бірақ соны мен киіп жүрем да, ана жаңа киімді кимейтін, сол киілмеген күйінде қалатын да, мысалға. Сол сияқты да, баладан да оның бір мнениесін, оның ойын сұрау керек шығар деймін да. Енді ол да бір нәрсені түсінеді. Шынымен де бала кезімізде бізден ештеңе сұрамайтын. Үйде не жағдай болып жатыр, ештеңені білмейсің, бірдеңені алып бер дейсің, жылайсың мысалға да. Өйткені сен ол нәрсені олардың жағдайын түсінбейсің. Өйткені олар саған ештеңе айтпайды, ештеңені бөліспейді. Шынымен де өмірде пайдалы деп ойлаймын. Осы дұрыс тәрбие дегеннің сұрақтың артында мысалы осы нәрсе шықты да, балаға оны кішкентай ештеңе түсінбейді ғой деп оны жауып тастау емес, оның ойын түсіну және онымен ақылдасу, ашық түрде айту өте маңызды нәрсе екен. Кейде баламен ақылдасқан кезде де кәдімгідей егер мәселе туып жатса, бала шешімді айтуы мүмкін. Қалай дұрыс шешім қабылдау керек екен. Себебі баланың өзінің ойлау қабілеті басқаша біздікінен. Креативный. Креативный мышление деп айтамыз ғой. Сол себепті ол баламен кішкентай кезінен бастап ақылдасу, баланы тез есейтіп алам, проблеманы жүктеп қоям деген сияқты сондай ойлар пайда болуы мүмкін. Сол себепті ата-аналарға айтарым, олай ойламаңыздар. Балаға дұрыс ойын қалыптастыру үшін өзіне кішкене жауапкершілікті ала білетіндей осы дүниелерді бөлісетін болса, әр ата-ана бала да өзінің өмірге деген көзқарасы да бөлек болады. Шынымен де үйде отбасыда отырып, папаң келіп, мысалы әкең келіп, отбасының бәрін жинап, мозговой штурм өткізсе, мысалы бір машина сатып алайын деп жатыр, осындай ақша бар бізде, мынандай машина істейміз деген сияқты. Барлық отбасымен ақылдасып барып не қылса, сатып алса, мүмкін ол нәрсенің өзі де бір үлкен қуаныш отбасында сондай нәрсе алып келуі мүмкін. Жалпы енді бірақ ата-ана мен баланың қарым-қатынасы мүлдем нашарлап кетсе, сол нәрсені өзгертуге мүмкіндік бар ма? Әрине бар. Бізде енді кейс деп айтамыз. Менде мынандай бір жағдай болған. Ата-ана өзінің қызымен бірге келді. Қызы ата-анасынан мүлдем көңілі қалған. Себебі ниш деп айтады, кәдімгі лицей бар, әртүрлі керемет мектептер бар. Сол қыз сол
мектепке түсу қажет болды. Оны талап еткен ата-ана қызды былайша айтқанда сындырып алды. Енді қыз бала өзі табиғатынан нәзік болғандықтан көп жауапкершілікті артқан ата-ана түсінбейді да, ол кәдімгідей үлкен жауапкершілік екенін. Ол ата-анаға былайша айтқанда өзінің статусын жоғары көтеру мақсатында болды ма, әлде шынымен балаға дұрыс білім беру мақсатында болды ма деген сияқты. Сол себепті ең алдымен біздің сұрағымызда қыздың айтқан кәдімгідей ішкі қалай айтсам болады, ішкі проблемасы сол мені түсінсе екен деген проблема болды. Кейін ата-анамен жұмыс жасай келе біз баланың түгел өзінің ішкі состояниясын түсіндіру бойынша жұмыс жасадық. Жауапкершілікті артуы бойынша жұмыс жасадық. Сонда түпкі мақсаты ата-ананың жай ғана менің балам осындай деп мақтану үшін ғана ниеті сол болды. Оны түсінген ата-ана баласынан кішігірім кешірім сұрай алатындай жұмыс жасадық. Күнделікті кешірші деген қарапайым сөз баланың жүрегін жібітетін негізінде. Ол енді бала түгел ата-анадан жабылып қала қоймайды ғой. Егер мысалы ата-ана баласына сен неге осы нәрсені дұрыс жасай алмайсың деген сөздердің өздері күнделікті айтылған сөз баланы сындырып алады. Ол жүрегі нәзік бала, мысалы, ол ауыр болып тиген кәдімгідей жүк болды. Күнделікті сол сөзді ести берген балаға өте ауыр. Оны естіген бала ата-ананы жақсы көрмей қоймайды. Ол өзін жақсы көрмей қоймақ. Ол өзіне деген сенімділігін жоғалтып алады. Менің қолымнан ештеңе келмейді. Менің ата-анам жақсы, ниеті жақсы, маған барлық жақсылықты тілейді, бірақ мен оны орындай алмай жатырмын. Мен оны жасай алмай жатырмын. Менің қолымнан келмейді деген түсінік пайда болады. Сөйтіп баланың өзіне деген сенімділігі де жоғалды, оқуға деген ниеті де жоқ. Ертеңгі күні кім болам, қалай жұмыс жасайым, дамимын ба деген былайша айтқанда өзінің ішкі дүниесі. Мынандай бір ой келіп отыр да, мысалға бізде бұрында мен балама жақсы оқу орнын бере алмадым, жақсы нәрселердің барлығын бере алмадым деген проблема болса, екінші жағынан барлық жағынан сен жаңағы керемет лицейге де жіберсең де, барлық жағынан да ағылшын тілінде үйренгенін қалайсың, боксқа да бересің, анда да бересің, мұнда да бересің. Көп нәрсені талап ету, ол да баланы сындырады, ештеңе бермеу, ол да баланы, мысалы, менің ойымша ештеңе бермегеннің өзі, мысалға, баланы мықтырақ қылатын сияқты. Менің ойымша барлығын беріп, одан көп нәрсені талап етіп, ол орындай алмай қалса, ата-анасының үмітін ақтай алмаса, ертесі күні өз-өзіне деген сенімсіздігі, соның болашағына негізінде балта шабатын сияқты. Енді әртүрлі ата-анаға байланысты, жаңағы балансты сақтау керек шығар, деп ойлаймын. Енді мен психолог емеспін. Сол балансты сақтай отыра, әрбір ата-ана түсінсе, бала дүниеге келген кезде негізінде ата-анаға бала үйретеді көп дүниені. Мысалы, жалғыз басты болып жүрген кезде сен ондай дүниелерді үйтіп ойланбайсың. Ал бала кәдімгідей ата-ананы тәрбиелейді. Ол ең алдымен күн тізбең, күнделікті не істейсің, кәдімгідей график деп айтады ғой, графигің түзеледі кәдімгідей. Одан кейін баламен бірге оқу даму үшін, баланы түсіну үшін әдебиеттерін оқи бастайсың кәдімгідей. Ол енді түсінген ата-анаға ол негізінде үлкен сабақ. Әрбір ата-ана тәрбиеге саналы түрде келіп, әрбір балаға өзінің ниетін түзеп, шынайы түрде өзі не қалайтын түсінсе, мен ойымша осы жерде баланс деген дүние пайда болады. Себебі тәрбиеде де кәдімгідей қатты тәрбие бергенде, ол қатаң жүзде ол кәдімгідей баланс сындыратын дүние. Күнделікті ұрсып, ұрып, немесе мен балаға деген талаптарым жоғары болу керек дейтін болса, ол бала ертеңгі күннің өзінде ол сынады.
өмірге деген көзқарасы басқаша болады. Ал егер де біз енді көбінесе менің өзімнің апам айтатын, қазақ халқында әйел адамдар өте дана болған, білімді болмаған, дана болған. Өзінің даналығымен кәдімгідей баласына деген, жұбайына деген өзінің ақылын айтып отырған деген. Сол себепті сол өзіміздің даналығымызды жоғалтпасақ, кейін ата-ана саналы түрде өзінің білімін және де ниетін түзесе, бала тәрбиелеу барысында, сол кезде ғана баланы дұрыс тәрбиелеуге болады деп ойлаймын. Енді бір сұрақ келіп отыр, осы ата-аналар жалпы қазір психолог маманына бару үшін, енді бұрыннан бері, енді қазір өзгерген шығар, бұрын ойлайтын, тек қана бір ауыратын адамдар ғана барады деп, психологқа, маманына. Енді жалпы қай кезде ата-ана баласымен бірге психолог маманына барып, хабарласып, кеңес алу керек, мысалы, қай кезде бару керек? Енді ата-ана психологқа жайдан жай бармайды. Енді мен өзім 5 жылдай балалар үйінде жұмыс жасадым. Ол қабылдаушы ата-аналар кәдімгідей балалардың өзінің психологиясын түсіну үшін, қабылдауын түсіне алу үшін сол кезде қабылдаушы ата-аналар психологпен жұмыс жасайтын. Ол енді былайша айтқанда өте қиын. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы кәдімгідей психологпен жұмыс жасау үшін үлкен уақыт және үлкен терапия қажет. Ұзақ уақыт керек. Ал енді қарапайым ата-аналарда мысалы көбісі дайын емес баласымен бірге келіп жұмыс жасауға. Әр ата-ана өзі жеке консультация дейміз, терапия дейміз, соған келіп жұмыс жасауға болады. Түпкірінде ол ата-ананың өзінің проблемасы болып шығады. Ал егер баламен өйстіп жұмыс жасайтын, қарым-қатынасты түзейтін болатын болса, ол енді кішкене қиындау. Біздің енді психологтар, мамандар келісетін шығар. Өйткені бірге отырғызып жұмыс жасау негізінде екі көзқарасты бір проблеманы шешу үшін ұзақ уақыт керек болады. Бір ата-ана болады, тек қана менің айтқаным болу қажет деген сияқты. Ал бала, былайша айтқанда, амалсыздан келіседі. Оның ата-анаға өзі бір айтып отырған дүниесіне келісе салуы мүмкін. Сыйлағаннан, жақсы көргеннен, қайда кетсем деген сияқты ойлар пайда болады. Сол себепті көбінесе ата-ана келген жағдайда, қазір енді мектептің аясында психологтар бар, одан кейін әртүрлі қазіргі таңда психологиялық қолдау орталықтары ашылды әр өңірде. Сол өңірлерде тегін түрде ала алады, егер де қатты көмек қажет болып жатса, сол өңірлерге барып психологиялық қолдау орталықтарынан көмек ала алады. Одан кейін қазіргі таңда енді қиын жағдайда қалған отбасылар болатын болса, отбасын және балаларды қолдау орталықтары бар. Сол қолдау орталықтарынан да кәдімгідей қолдау ала алады. Ол енді тек қана психологиялық тұрғыда емес, юристтің көмегі деп айтамыз, заңды түрде көмек қажет болатын болған жағдайда. Кейін материалдық тұрғыда, ол енді азық-түлік, киім, кешектер керек болған жағдайда сондай көмектерді алуға болады. Өте жақсы, рахмет. Олай болса, менің де айтарым бар. Егер де сіз өзіңіздің проблемаңызды айтуға ұялсаңыз, атыңызды, мысалы, анонимді түрде даникер.org сайтына кіріп, онлайн психологиялық кеңес алсаңыз болады. Өзіңіздің есіміңізді де ештеңіз айтып, тек қана проблемаңызды айтып, психологпен бірге сөйлесіп, соны шешімін тапсаңыз болады негізінде. Соны айтқым келген. Психологтарға хабарласуға ұялмаңыздар, өйткені сол мәселенің қазіргі кішкентай кезінде кейін өрбіп үлкен мәселеге айналмай тұрған кезде уақытында психологтарға хабарласқан өте дұрыс деп ойлаймын. Сізге рахмет, Әйгерім. Рахмет. Ойлаймын барлық сұрақтарымызға жауап алдық деп. Міндетті түрде комментария, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сол арқылы
келесі подкастыда біз мүмкін өте сіздерге байланысты, сіздердің сұраныстарыңызға байланысты пайдалы подкаст шығарып береміз деп ойлаймыз. Бүгінгі подкастқа шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Енді қазіргі таңда әрбір ата-анаға қолдау қажет болған жағдайда, білім алам деген жағдайда бізде енді осы достық үйімен әртүрлі іс-шаралар өткізіліп жатады. Ол семинар болсын, дөңгелек үстел болсын, әртүрлі іс-шаралар өткізіледі. Сол себепті ата-аналар қатысқылары келетін болса, сол іс-шараға қатысуына болады. Енді біздің де институт тарапынан әртүрлі онлайн түрде семинарлар өтіп жатады. Сол семинарларға қатыссаңыздар болады. Рахмет.